Маскүлеріңізген Нышанов, Түркістан облыстық бас съездің несі. Сіздерге айтылған жоқ па, соның приказын орындамайсыздар ма? Жауық мекемеде бет пердемен отыру міндетсіздер ғой сіздер. Камераға түсіп қойыңыздар уже, кеш уже. Қызметкер, бет пердені тағып жүреміз. Дұрыс па? Бет пердемен отыру міндеттелген. Жаңалықтарда да елбасымызда жариялады ол бойынша. Неге ондай? Өздеріңіз тағы да міне масочный режимді қойғасыздар, маскалы тәртіпте қойғасыздар. Бірақ өздерінің талаптарын орындамайсыңдар. Бізде жұмыспен қамту орталығы, мына директоры, бұл жерде ешқандай бас дәрігер Түркістан облыстық Нышановтың съезд басшысының заң талаптары орындалмайды екен. Сол бойынша Нұр Отан әкімшілік, аудан әкімшілік бақтасаңыздың назарына бұның бәрі. Осы мекемеге жіті шара қолдануын сұраймын. Мына есепшілер өз есіктерін құлтап отырады. Міне бізде осындай бұлықтар болып жатыр. Жұмыспен қамту орталығында ешқандай бет перде сақталмайды. Бұлар толқа қорыққан сыйлайды да. Қазір директорынан сұрақ жауап аламыз. Сұрақ жауап аламыз. Саламалейкум. Менде бір-екі сұрақ туындап тұр бұл жерде. Сіздерде жұмыспен қамту орталығында мен қазір бейне бақылауға дәлелім бар. Бірнеше жұмысшыларыңыз Түркістан облысы ЧЕС басшысының докторы Нышановтың заң талаптары бойынша, сондай шығару шешімі бойынша заң ережелерін бұзып тұр бұл жерде. Карантин есебін. Маска бет перде тақпай отыр бұл кісілер. Бет перде алдында адамдар бар ма? Адам қабылдады ма? Алдында адам бола ма, болмай, жауық мекеме ішінде тағумен жалғыз бір адам отырған жоқ. Олар бірнеше болып отыр олар. Бірнеше болып отыр. Жоқ, дұрыс қой, бірнеше адам болып отыр ма? Жалғыз адам бір кабинетте жалғыз өзі отырса, тақпауға құқылы. Екі-үшеуден ары қарап уже тағу міндетті. Сол бойынша о кісілерге өз ара түсініктеме шараларын қолданасыз ба? Түсіндіру шараларын қолданасыз ба? Онда сізді түсіндіреді деп есептейік онда. Бұдан кейін бұны қайталамайды деп есептейік. Маскалар бар да? Жоқ, менде қазір бейнебақылау бар, бірден кіргеннен кейін бәрі тағып бастады. Мен бейнебақылауға түсіп қалған. Сол бойынша менде дәлелім бар керек, дәлелдеп берем. Енді өз ара сіз кішкентай сөгіс жариялап, маска ережесін Нышановтың, бас дәрігердің талаптарын орындатуға, бұдан кейін де орындатуға сөз бересіз ба? Сөз берем, маска отыр. Болды. Онда рахмет сізге, сау болыңыз.